сіңлім менен бір жарым жас арамыз болғаннан кейін сол сіңлім хемише маған дос болып келген да. Бірге сырласамыз. Хаттекі сол бірінші классқа мен барған уақытымда неге енді менің сіңлімім бармайды дегенмен да, үйдің алдында сары картошка гүл деп айтады. Солар өсіп тұрған теріп апарып, сол сіңлімді мұғалімге апарғанмын да. Мұғалім менің сіңлімді менің классыма алыңда деп та, ата-анамызға айтпай. Яқшы онда санап берсе деген да. 50-ге дейін санап берді да менің сіңлім. Себебі мен үйреткенмін да. Мен не оқып келсем, соны үйрететін едім. Себебі оқу уже басылып кеткен еді. Енді біз ол кездер түсінбейміз ғой. Қатты өкпелегенмін да мұғаліммен. Неге енді менің сіңлім 50-ге дейін санап берді ғой. Жазып берді, алса болады ғой деп. Енді балалық қой, түсінбейміз ол уақытта. Кейін үйге барып айтамын да, сіңліме, мен саған сонша үйреттім ғой. Неге сен мұғалімге жауап бермедің ба деп. О, күйіп піседі да. Яқ, мен хәме сұрауына жауап бердім, хәме сұрауына. Сіз қандай үйреткен болсаң, соны айттым мен дейді.